Құрметті тыңдарман, бүгін біз сіздерге Ибн Халдунның Мұқаддима кітабы бойынша 10-шы видео сабақты жолдаймыз. Китабу Ауал, бірінші кітап. Автор алдында бізге ескерткен, Мұқаддима кітабы өзі 3 кітаптың жиынтығы екен. Оның бірі Айбар кітабы, яғни ғибраттар дейді. Жалпы ғибрат алатын оқиғалар жайлы кітап болатын. Адамзат қоғамының табиғаты мен оның құрамындағы бөлімдер жайлы, олар көшпелі және отырықшы өмір, артықшылыққа ие болу, кәсіп, өмір сүру, қолөнер, ғылым, тағы басқа сол сияқтылардың негіздері мен себептері жайлы. Осындай тақырып арнаған. И'лам дейді. И'лам аннаху ламма канат хақиқатун тарихи. Тарихтың ақиқаты, есіңде болсын, тарихтың ақиқаты дейді. Мәні дүние өркениетінің ғұмырын есептейтін және адамзат қоғамы жайлы ақпарат дейді. Бұл ғылым шеңберіне осы өркениет табиғатына әсер ететін жағдайлар дейді кіреді. Олар не десе, жабайы тағылық пен мәдени өмір, адамдар ортасындағы қоғам, бір топтың басқаларға жүргізген үстемдігі, сонымен қатар осы нәтижелердің пайда болатын билік жүргізу, мемлекет, олардың дәрежелері жайында сөз қарастырады. Яғни қарапайым адамнан бастап адамдардың бірігуі, мемлекет және билік жүргізу барлығын осы қамтиды. Бұл ғылым адамдар өздерінің бейнеттерін арқылы алға ұмтылу себептерін амалға асыратын кәсіп, өмірлік ғылыми пән әрі қолөнершілік, сондай-ақ өркениет табиғатының нәтижесін жүзеге келген басқа барша жағдайлар жайында хабар береді дейді. Енді бұл жерде айтып жатқаны кез келген нәрсенің бір себебі болады дейді. Мысалы, табиғат нәтижесінде деген сөзіне мән беретін болсақ, солтүстік аймақтарда күн суиды, күн ысиды, жаз болады, қыс болады. Демек, адам қысқа дайындалу керек, жылы жер дайындау керек. Ал күн суымайтын аймақтарда олардың табиғатына әсер ететін нәрселер, жаңағы жауыннан қорғанса жеткілікті деген сияқты. Осындай табиғаттың өзі адамға әсер ететіндігін ескертіп жатыр. Енді автор бізге тағы бір маңызды мәселені айтады. Алайда бізге келіп жететін ақпараттар табиғатына сай жалған ықтималмен бірге келеді дейді. Мысалы, бір мәселе жайлы айтады, ол мәселе сол жердің табиғатына сай келмейді. Егер адам мағлұматты қабыл етуге бейтарап болса, ол осы мағлұматты лайықты жолмен сыни тексеруге тырысады және нәтижеде оның дұрыс немесе бұрыс екенін анықтай алады. Адамға келген ақпаратты ол сыни көзқарас талдау арқылы рас немесе өтірік екенін жүзеге анықтай алады. Алайда, егер адам белгілі бір пікір мен бір бағыттың жақтаушысы қолдаушылықпен кірісетін болса, яғни тек бір бағытты өзінің қолдайтын көзқараспен ғана соған қолайлы болған ақпараттар бір қарағанына қабыл етіліп қояды. Яғни көбінесе қазір қоғамда болып жатқан жағдайлардың бірі исламофобиялық топтар көптеген ақпараттарды қабылдай алмайды, алайда өзіне қолайлы, өзіне ыңғайлы болған кез келген жалған ақпараттарға сеніп кете береді. Адамның бір нәрсеге жақтас болуы, белгілі бір нәрсеге бейім болуы, оның жаңағы көруіне, анықтап қарауына перде болады, яғни өзінің жақтасы сыни бәсекелестік қабілетіне әсер етеді, әрі ізденісті мазаламайды. Нәтижеде жалған мағлұматтарды қабылдап, оны таратуға кіріседі. Жалпы қазіргі бүгінгі таңдағы радикал топтардың да
негізгі бағыты осы. Екі мәселеге жұмыс жасайды радикал топтар. Адамның бір нәрсеге махаббатын оятады, екінші нәрсеге өшпенділігін оятады. Осы арқылы кез келген ақпаратты терістеп, өзіне қолайлы ақпараттарды ғана алатын топтар пайда болады. Ақпараттардың жалғандығын талап ету себептерін жалғандығын тексермей талап ету себептерін тағы бір хабар жеткізушілердің шамадан тыс сенім артуы. Не үшін адам жалған ақпаратқа сеніп кетеді десе, жалған ақпарат таратушы адамға шектен тыс сенімі. Бұл жөнінде ізденушілер жарх уа ta'dil білім аясында қаралу керек еді. Жарх уа ta'dil деген ғылым бар. Бұл мұсылман ғалымдардың арасында кең тараған. Яғни біреуге сын айту және оны қуаттау. Осындай ғылым бар. Тағы бір себебі оқиғалардың асыл мақсаттарын білмеушіліктен. Әрбір оқиғаның негізі пайда болған негіз болады. Соның негізін шығу тегін білмеу. Көбіне хабар жеткізушілер көрген немесе естіген нәрселердің негізгі мәнін түсінбейді және өзі түсінген болжамдарға сүйеніп жеткізеді. Өзі түсінбейді және өзінше болжам жасайды, соны ақиқат деп насихаттайды. Нәтижесінде жалған ақпарат пайда болады. Себептерінің тағы бірі хабардың ақиқат екендігіне еш күмәнсіз сену. Мұндай себеп өте көп тараған. Бұл жағдай ақпарат жеткізушінің салыстырмалы сенімділігіне себебіне жүзеге асады. Тағы бір басқа себебі нәрселерді оқиғаларда дұрыс жүзеге асырудың білмеуі. Егер осы ақпаратқа қандай да бір шатастыру немесе жасандылық араласқан болса да, хабар жеткізуші оқиғасы қандай көреген дәл солай жеткізер дейді. Алайда бұл ақпаратты өзі жасандылық араласқан себептен шынайы болмыстан қарсы етіп көрсетпейді дейді. Тағы бір көпшілік арасында тағы бір кең тараған түрі бұл жоғары мәртебелі әрі құрметті тұлғаларды соларға жақындау үшін, оларды мақтау үшін, соларға жағыну үшін оқиғаларды бұрмалау көрсету. Руға қатысты, тарихқа қатысты. Содан соң олар ақиқаттағы негізгі ақпаратты шынайы қалпында көре алмайды. Яғни бұрмаланған. Бұл қоспасы бар ақпарат өте кең тарап келеді. Пәленшенің құрметі үшін, түгеншенің құрметі үшін өте көп таралып кетеді. Себебі адам жаны мақтауды сүйеді. Әдетте адамдар бұл дүниені әрі байлыққа қарай ұмтылады. Бұл дүниеде көбінесе байлыққа қарап, атаққа қарап ұмтылады. Ізгіліктерге көбінесе ұмтыла бермейді. Негізгі жарысу керек болған нәрсе осы ізгілігі дейді. Ақпараттардың жалған болу себептерінің тағы бір түрі бұл өркениет жағдайын білмеу, яғни климатты білмеу, табиғатын білмеу. Сол себептен алдыңғы себептерден ең күштісі осы. Алдыңғы аталғандардан да ең қауіптісі осы. Ақиқатында әрбір оқиғаның сол зат болсын немесе құбылыс болсын, өзіне тән табиғаты әрі оған қатысты болған жағдайлар болуы шарт. Егер ақпаратты қабыл етуші өркениет жағдайлары бұл оның хабарды тексергенде және ақиқатында жалғанды ажыратуға көмек береді. Бұл тексерудің ең тиімді жолы саналады. Көбінесе адамдар адам ақылына сыймайтын мүмкін емес нәрселерге сенгіш болып біледі, соларды қабылдағыш болады, соларды насихаттағыш, соларды таратқыш болып біледі дейді. Сол ақпараттарға сүйеніп өз беттерінше қорытындылар шығарады дейді. Ол енді бір адамның ақылына қонбайтын ақпараттарды. Мысал үшін дейді, Масауди Искандер жайлы мынандай хикая келтіреді. Ол теңіз жануарлары Искандердің Искандария қаласын көру үшін кедергі жасаған дейді. Ол шыны құтының ішіне еніп,
теңіздің түбіне түскенде шайтандарға ұқсас мақұлықтарды көріп, олардың бейнелерін суретін салған дейді. Искандар өзі патша. Сосын олардың мүсіндерін жасатып, өзінің қаласына ғимараттарға орналастырған. Мақұлықтар өз суреттерін көру үшін теңізден шығып, қала құрылысына табысты аяқталды. Мұнда қандай оғаш әрі ақылға қонымсыз хикая. Бұл қандай бір адам қиялына сыймайтын хикая дейді. Тарихқа жазып қойған ғой. Қалайша құты сандыққа мініп, сонымен теңіздің толқындарына қарсы жүзу мүмкін. Сосын мұндай алдамшы сандықтың қолбасшылардың өзін жібермейді дейді. Егер сынақ жасау керек болса, міндеттерде өзге адам түсіру керек. Жаңағыдай билік патшаның өзін жіберіп жатыр олар. Егер олардың біреуі мұндай іске барса, басшының басына қауіп төнеді. Ол мемлекетті апатқа ұшыратады дейді. Басшыдан айырылу аймақтағы биліктен айырылуға алып келеді. Адамдар өзгелердің маңына топтасады. Ешкім көзді ашып жапқанша бос қарап отырмайды дейді. Бұл енді патшаның өзі сынаққа түсіпті, жаңағыдай шынының ішіне түсіп алып, теңіздің астына, қазіргі су астын зерттейтін аппараттар сияқты судың астына түскен деп жатыр ғой. Мүмкін енді түскен шығар дейді. Бірақ патшаның өзі түсті дейді, ол қате дейді. Келесі мәселе, жындар нақты қандай да бір бейнеде тұрақты болуы мүмкін емес дейді. Яғни жынның бейнесі ол біресе мынандай түрі, басқа түрі болып көрінуіне байланысты. Тек олар әртүрлі бейнеге енуге қабілетті дейді. Сондықтан бұл дәлелдер жоғарыдағы хикаялардың жалған екендігін білдіреді. Бұдан да күшті дәлел ол хикаяның болуы мүмкін емес екені. Сондай-ақ, егер кіші сандыққа суға батырса, табиғи тыныс алу үшін ауа жеткіліксіздігі пайда болады да, ауа жетпейтін аймақта тыныс алу қиындайды. Сонымен қатар, өкпе мен жүректегі ыстық алмасуды ретке келтіріп отыратын суық ауа жоқ болуы себепті, ол адам сол уақытта опат болады. Яғни судың астына түссе, міндетті түрде оған ауа жеткізіп тұру керек. Сол себептен ыстық хаммамда, яғни моншаларда ғой, денеге суық ауа уақытында жетіп бармаса, немесе терең құдықтардың, терең шатқалдарда түскенде, зең басып кеткен жерлерде ауа жетпесе, ауадағы көгерген зең ұшыра алмайтын жер болса, ондай жерге тап болған адам бірден өлім құшады. Мұнда не үшін балықтар судан шығып кеткені, балықтар судан не үшін шығып кетсе, не үшін өледі дейді. Ауа балықтың өкпесіндегі теңгерім, яғни ұстап тұруға жеткілікті емес. Су балықтың теңгерімін сақтайтын суық табиғатқа ие. Балық ыстық ауаға тап болғанда, ыстық ауа оның жүрегіне теріс әсер береді де, балық бірден өліп кетеді. Күтпеген жерден жетіп келген өлім, сол сияқты оқиғалар осыған ұқсас жағдайдың себебі осы дейді. Автор бізге осындай ақпараттарды жеткізді. Келесі мәселе, біз осы Масғулидің тағы бір әңгімесі туралы айтады екен. Біз оны бұл мәселелерді не үшін айтып жатыр? Кез келген өркениеттің, болған оқиғаның жағдайын түсіндірген кезде, ол қаншалықты рас, қаншалықты шынайы екеуін анықтаудың маңыздылығы жайлы ақпараттар айтып жатыр. Олай болатын болса, біз келесі сабақта тағы да осы ескерткіштер, мыстан соғылған қалалар жайлы жалған ақпараттарға жауап беретін боламыз.